Ойлан және шүкіршілік ет. Жаратқан Алланың саған берген жақсылықтарын ойлан. Сонда сен жақсылықтардың сені қоршап тұрғанын сезінесің. Ол сендерге өзінен сұраған нәрселеріңнің бәрін берді. Бергені соншалық, егер Алланың нығметін санайтын болсаңдар, санына әсте жете алмайсыңдар. Денсаулық, бейбіт өмір, ішер ас, киер киім, таза ауа, мөлдір су, баспана мен көлік, мал мүлік пен бала-шаға, отбасың мен достарың, сенде барлық байлық бар, бірақ сен оны сезбейсің де, байқамайсың да. Уа адамдар, Алланың күллі аспан әлеміндегілер мен жердегінің бәрін өздеріңе бағынышты етіп қойғанын, сондай-ақ сендерді өзінің жария һәм жасырын, заттық әрі рухани мұншама нығметке кенелткенін көрмеймісіңдер? Сенің аяқ-қолың, көз-құлағың және тіл-ауызың, яғни 12 мүшең аман, ендеше Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Сен жүре аласың, қимылдайсың, естисің, көресің және сөйлей аласың, тәбетпен тамақтанасың. Бұларды жай ғана нәрселер деп ойлайсың ба? Қаншама адамдар аяқ-қолы мүгедек болып қимылдай алмай қалған, немесе зағип, керең болып басқаларға мұқтаж болып отырған қаншама адамдар бар. Ауру сырқаудан арыла алмай қиналып, қалағанша тамақтан алмай амалы құрыған. Жаратқанның сынағы әртүрлі болады. Денің сау, ақыл-есің дұрыс бола тұра, жаратқанның жақсылықтарын білмегенің, оған разы болып шүкір қылмағаның жарамас, бауырым. Бір кедей кісі өзінің жұпыны өмірінен налып, Алла оны жақсылықтарынан құр қалдырғаны туралы айтып, ғалымға шағымданады. Ғалым әлгі кедейден: көздеріңді маған 100 000 алтын теңгеге сатасың ба? Деп сұрайды. Кедей: жоқ, деп жауап береді. Ғалым: онда қолдарыңды маған 100 000-ға сатасың ба? Аяқтарыңды 100 000-ға сатасың ба? Ақыл-есіңді 100 000-ға бересің бе? Деп сұраған сайын кедей жоқ дегеннен танбайды. Сонда ғалым оған былай деген екен: сен 100 000-даған байлыққа ие болып тұрып, кедеймін деп қалай шағымданасың? Сонда әлгі кісі қолдағы байлығының армандаған жақсылықтарынан да маңызды екенін түсініп және Алланың шексіз мейірімділігін сезініп, тәубаға келіп шүкір қылған екен. Әлбетте сен де өте зор сыйға бөленіп өмір сүріп жатқаныңмен оның қадірін білмейсің. Содан соң қарадай қайғы-мұңға батасың. Алдыңда жеуге ыстық наның, ішерге суың дайын, шаршасаң ұйықтап ес жиясың. 12 мүшең аман, қолда жоқты ғана аңсап, барына шүкір қылмағаның қалай? Біраз шығындалсаң болды, жаның қиналып, қолыңда бар бақыт кілтін бағаламайсың. Жаратқан берген есепсіз нығметті ойыңа да алмайсың. Ойлан да шүкір етуді біл. Ойлан және шүкір етуді біл. Сондай-ақ өз болмыстарыңда да талай-талай айғақтың бар екені анық. Сонда да көрмейсіңдер ме? Өзің, туыстарың, үйің, жұмысың, денсаулығың, достарың және айналаңдағылар бәрі туралы жақсылап ойлан. Ол мүшіріктер өздері өмір бойы қызығын көріп келе жатқан нығметтердің Алладан келгенін іштей біліп мойындаса да, Алладан өзге құлдық ұрып табыну арқылы осынау нығметтерді жоққа шығарады деп сипатталғандардың қатарында болма. Өткенге қайғырма. Өткен нәрселерді көп еске алып, жоқ жерден қайғыны қозғап мұңая беру ақымақтық. Мұндай нәрсе алға ұмтылуға тосқауыл болып, өміріңнің берекесін қашырады. Ақылды адамдар өткеннің қайғы-мұңын бір жола ұмытады, келмес жерге жіберіп, шықпас қылып бекітіп, есінен бір жола шығарады. Өйткені ол бұдан бұрын болып біткен, бояуы сіңген, келмеске кеткен қайғы-мұңмен оның орнын толтыру мүмкін емес. Түзеймін десең де оңалмайды. Артқа қайтпастай болып жоқ болған. Демек, жоқ нәрсеге қайғырып, өткенге өкініп, өміріңді қорқынышты түске айналдырудың керегі жоқ. Өткен істің көлеңкесінен өзіңді суырып ал. Ағынды дарияны қайта басына қарай кері ағызғың келе ме?
батқан күнді қайта шығысқа қарай жылжытқың келе ме? Туылған бала анасының құрсағына қайта кіре ме? Төгілген көз жасы қайтып сіңе ме? Демек, өтіп кеткен істеріңе қайғырғаның, жаныңды қинап мүжілгенің дұрыс емес. Ол бекерден бекер өзіңді өзің азаптағанмен бірдей. Өткен қайғылы істің беттерін парақтап, жанында қалған жараның ізін тырналай беру бүгінгі күніңді жоқ қылады. Қайратыңды мұқалтып, уақытыңды талқандайды. Алла тағала Құранда бұрынғы елдердің жасағандары туралы баяндап келіп, олар да өз алдына бір үмбет еді. Келді де кетті деген. Демек, өткен іс өтті, бітті. Уақыт дарияның ағысын кері бұрамын деп қанша титықтасаң да пайдасы жоқ. Тарихтың дөңгелегі артқа жылжымайды. Бір кездегі болып өткен нәрселерге қайғыру, бейне бір ерменде тартылып қойған ұнды қайтадан ұн қылам дегендей, немесе араланған ағаш қиқымдарын қайтадан аралаймын дегендей бос әурешілік. Өткенге қайғырып жылағандар туралы өліктерді қабірден қазып алма деген сөз қалған. Есекке неге күйсемейсің деп сұрағандарға ол өтірік айтқанды жек көрем деп жауап берген екен. Қазіргіміз үшін еш нәрсе жасамай, өткенмен ғана әурелену біздің ең үлкен кесел, кесапат. Зәулім үйлерде тұрамыз, бірақ шіріген қирандылар үшін жас төгеміз. Адам атаулының бәрі жиналып, өткенді қайтарып әкелеміз десе де қайтара алмасы анық. Өйткені бұл мүмкін емес. Адамдар артқа жалтақтап қарай бермеу керек. Өйткені амал әрекет алға қарай жүреді. Су ылдиға қарай ағады. Керуеншілер де алға қарай жүреді. Өмір керуені де осындай. Сондықтан сен де өмірдің бұл заңын бұзбай өмір сүр. Бүгінгі күніңмен өмір сүр. Кешке шейін аман болсаң, таңға шейін де өмір сүретініңе толық сенімді болма. Ал енді таңертең аман есен оянсаң, міндетті түрде кешке шейін өмір сүрем деп ойлама. Сен бүгін дәл қазір өмір сүріп жатырсың. Өткенді қайтара алмайсың. Ал енді келешек әлі келген жоқ. Сондықтан бүгінгіңе, қазіргіңе көңіл бөл. Бүгін туылып, бүгін-ақ қайта өле қалатындай есеппен жүр. Бәрін соңғы рет жасап жатқандай өмір сүр. Намаз оқуға кіріскен кісі бұл оның өміріндегі ақырғы намазы екенін білсе, онда ол намазын қалай оқитын еді? Әлбетте, бар назарын Аллаға қойып, өте беріле оқитын еді. Бар болмысымен беріліп, һәм Құдай тағаладан қорқып оқитын еді. Әрбір намазыңды солай оқуға дағдылан. Шынында да сен келесі намазыңа шейін өмір сүресің бе, сүрмейсің бе, оны білмейсің ғой. Әрдайым осылай оқи алмауың мүмкін, бірақ сен соған ұмтылуың керек. Жақсы істерді жаса, ол сенің өміріңдегі ең ақырғы ісің екенін елестет. Оны сен біраздан кейін өлеріңді біліп тұрғандай орында. Сенің барлық орындаған істерің және ғибадаттарың сондай болу керек. Өзіңді қайтпайтындай нәрселермен, өткендерді еске алумен қинама. Өміріңді әлі келмеген келешекке қатысты қорқыныштармен алаңдатпа. Бүгінгі күнмен өмір сүр. Бүгін жасай алатын және жасайтын нәрселеріңді жасап қал. Ертеңге қалдырма. Өйткені ертеңгі күн сен үшін болар болмас. Сен үшін болар болмасын еш білмейсің. Әрбір минутыңды бүгінгі күн үшін пайдалан. Өйткені осынау баға жетпес жақсылықтарды жасау, өзіңе, басқаларға пайда алып келу және жаратушы иесінің кешірімі, мен сыйына лайықты болу деген сөз. Бүгін қолыңда барға разы бол. Өйткені сен иелік қылған нәрселер ертең не болатынын білмейсің. Бір ақын былай деп өте жақсы айтқан: өткен өтті мәңгілік, болашақ әлі белгісіз. Бір сағаттық ғұмыр бар, сол ғана сіздің еншіңіз. Егер бүгін бақытты болсаң, онда сен бақыттысың. Сенің өткен мезгіліңдегі бақытың бұл сол уақыттағы бақыттылық сол жақта қалады. Ал енді саған келешекте келетін бақыт, бұл келешектегі бақыт. Ол да әлі келмеді. Сондықтан бүгін бақытты бол. Екі дүниеде де бақытты болуды қаласаң, бүгін соған сай еңбектен. Сонда сен жаратқанның жарылқауымен оған ие боласың. Мұңайма,
Аид Аль-Харни. Бақыттың бұлағы, қайғы мұңның дауасы.